Мен Лесвайұлы, Ақсай қаласының нөмірі 7-ші жалпы орта білім беретін мектебінің 10-ші сынып оқушысы. Жетекшім Аманова Лиза Молдабекқызы. Жобамның тақырыбы «Мен мамандықты таңдаймын». Қазақтың ұлы жазушысы Ғабит Мүсірепов атамыз айтқандай, сұлулық, әдептілік, білімділік, сезімділік, ерлік және даналық бәрі де жеке адамның меншігінде емес, ең алдымен елдің, халықтың меншігінде дей келе, бала ата-ана бақыты. Әрбір отбасының арманы баласымен тығыз байланысты. Бүгінгі күні мүмкіндігі шектеулі балаларға қатысты статистика көңілді құлазытады. Дефектология маманы тағдырдың тәлкегіне түсіп, өмір атты асау арғымақтың тулауына шарасыздана көніп, пешенесіне жазылған жазуға еріксіз байланған, ерекше білім алу қажеттіліктері бар балаларға қол ұшын берер, мейірбандылыққа ұмтылдыратын мамандықтардың бірі болып табылады. Міне сондықтан да осындай ерекше жандармен жұмыстанатын, өмірге деген құлшынысын оятып, жүрегіне жылулық сыйлайтын жанның бірі болғым келеді. Дефектология ғылымның зерттелу тарихы 18-ші ғасырдан бастау алады. 1918 жылы бұзылыстары бар балаларға жекелей қайырымдылық сипаттағы балалар мекемесі жалпы мемлекеттік жүйедегі білім беру саласына енгізілді. 1919 жылы халық комиссариаты кеңесі саңырау, соқыр, ақыл-ой кеміс, психикалық жағынан ауру балаларды емдеу, оқыту және тәрбиелеу істері жөнінде жұмыстарды қолға алды. Қазақстанда дефектология мамандығы бойынша мамандарды даярлауда 1976-1977 жылы Абай атындағы Қазақ ұлттық педагогикалық университеті Қазақстандағы дефектолог мамандарды даярлаудағы басты университет болып табылады. Дефектология термині екі сөздің бірігуімен құралады. Олар defectus, латын тілінен аударғанда болмау немесе жетіспеушілікті білдіреді. Ал логос, грек сөзі сөзбе-сөз ілім деп аударылады. Дефектология салыстырмалы түрде жас мамандық, оның пайда болу психологияның және неврологияның, жалпы және арнайы педагогиканың дамуымен байланысты болып келеді. Дефектологтың жұмысы физикалық немесе психикалық дамуында ауытқулар бар балаларға толыққанды өмір сүруге, айналасындағы әлемге, оның жетістіктері мен құндылықтарына қосылуға мүмкіндік бере алады. Дефектология 4 салаға бөлінеді. Сурдопедагогика, бұл дегеніміз мұқау балаларға білім және тәрбие беру. Тифлопедагогика, педагогика ғылымның көру қабілеті бұзылған балаларды оқыту. Аллегофренопедагогика, ақыл-ой дамуынан қалып қойған балаларды тәрбиелеу. Логопедия, тілінің кемісі бар балаларға білім және тәрбие беру. Дефектолог не істейді? Олардың міндеттері мен жауапкершілігі қандай? Мүмкіндіктер шектеулі оқушылардың зерделік және сенсорлық дамуындағы ауытқушылықтардың алдын алуға, өтеуге және түзетуге бағытталған түзете даму үдерісіне жатады. Мүмкіндігі шектеулі балалардың зерделік және сенсорлық дамуының деңгейін, әртүрлі генезді, ерекше бұзылыстар мен кемшіліктердің құрылымын анықтау үшін оларды тереңдете тексеру. Органикалық мүмкіндіктері бар оқушылармен жұмыстана сенсорлық, зерделік, сөйлеу тілдің дамуындағы ауытқушылықтарды жеңу және бұзылған атқарымды өтеу бойынша апробацияланған түзете дамыту әдістерімен практикалық пайдалану. Балалардың дамуындағы ауытқушылықтар, оқушылардағы зерделік, сенсорлық бұзылыстардың саралы диагностикалау және мүмкіндіктері шектеулі оқушыларға көмек көрсетудің әдіс-тәсілдері, мәселелері бойынша ата-аналарға, педагогтерге әдістемелік көмек көрсету және кеңес беру. Бұл әлемдегі танымал дефектологтардың тізімі, ал қазақстандық дефектология саласын зерттеушілер олар Сүлейменова, Намазбаева, Мовкебаева және Өмірбекова. Дефектолог әр адамның өміріне жауап береді. Сондықтан оларда мынандай қасиеттер болу керек. Белсенділік, қайырымдылық, сенімділік, жігерлік, әдептілік, білімділік және ең маңыздысы жауапкершілік. Мамандықтың оң және теріс жақтары. Оң жақтары дефектолог сұранысқа ие мамандық және жұмыс табу оңайға түседі. Проблемалы балаларға сенімді түрде көмектесе алады. Ғылыми практикалық жұмыстармен айналысу мүмкіндігі, жаңа диагностикалық аппараттар, жаттығулар және тағы басқаларын жасауға қатысу, қолайлы еңбек жағдайлары, позитивті өмірдің себепкері бола алады және мамандық мансапты өсуді қамтиды. Теріс жақтары еңбек жалақысының төмендігі, жауапкершілігі өте көп, психоэмоционалды стресс, балалармен қарым-қатынас жасау кезіндегі қиындықтар және дефектологтың әдістеріне қанағаттанбайтын ата-аналар тарапының наразылығы мен шыдамсыздығы.
Дефектолог болу үшін таңдау пәні биология және география. Былтырғы оқуға түсу шектік бала ақылы оқуға түсу 80 балл, грант 75 баллды қамтыды. Педагогикалық университетке түсу керек болады. Ал бұл Қазақстандағы дефектолог мамандығына түсуге болатын университеттердің тізімі. Дефектологтар төмендегідей мекемелерге жұмысқа орналаса алады: мектеп және интернаттар, балалар орталықтары, балабақшалар, санаторийлер, арнайы білім беру мекемелері, медициналық орталықтар және оңалту орталықтары. Дефектолог ретіндегі мансап пайдалы ма? Дефектологтардың мүмкіндігі шектеулі балалар мен ересектерге білікті көмегі қажет. Оны дайындалған педагог дефектологтар қамтамасыз етеді. Дефектологтар бүкіл әлемде ең құрметті мамандық болып танылады. Маманның жалақысы аз, ерекше көмек қажет ететін адамдарға септігін тигізуде. Қорытындылай келе, соңғы уақытта аутизм, ЗППР, ЗРР, Дауна, тағы да басқа көңілге жағымсыз диагноздеріне шалдыққан балалар саны күрт артуда. Осы ерекше баламен жұмыстанатын маман дефектолог логопед болып табылады. Дефектолог мамандығы бірден бірнеше ғылымдардың медицина, педагогика, психология, әлеуметтану және тағы да басқа ақыл есі кем балалардың қоғамда әлеуметтенуіне көмектесе алады. Көптеген адамдардың осы маманды оқуды таңдауының себептерінің бірі бүкіл әлем бойынша дефектологтарға деген үлкен қажеттілік. Оның жақын арада өзгеретіні екіталай. Құрмет пен алғыс сезімін оятатын, адамдарға көмектесуге бағытталған дефектолог маманы сұранысқа ие маманның бірі болып табылады. Назарларыңызға рахмет.